Баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздермен бірге ауызашарларға қойылып жатқан, қазіргі хит болып жатқан чизкейктің рецептімен бөлісемін. Бізге қамырына печенье керек болады, талқан және ерітілген сары май, қант қажет болады. Одан кейін бізге тары жуылған, одан кейін қант, ыстық сүт қажет, жұмыртқа, сливки және бізге творожный сыр қажет болады. Ең алдымен жуылған тарыға ыстық сүтімізді құйып, осылай бұқтырып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Печеньемізді ыдысқа салып, оның үстіне 2 қасық қантымызды салып, және де талқанымызды салып, оның үстіне майымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Талқандарымызды араластырып болғаннан кейін, оны диаметрі 20-25 сантиметрлік ыдысқа салып, жақсылап тұрып несінің формасын жасап аламыз. Осындай күрекше ыдыспен немесе өздеріңіздің қолдарыңызбен де осы видеодағыдай етіп жайып шықсаңыздар болады. Қамырымыз дайындап болғаннан кейін начинкасына кірісеміз. Яғни творожный сырға қантымызды саламыз және жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін осы начинкамызға бұқтырылған тарымызды саламыз. Егер де сүті көп болып кетсе, сүтін сүзіп алып тастаңыздар. Одан кейін тарымыз салғаннан кейін барып, үстіне сливкемізді құйып, тағы да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейіннен талқаннан жасалған қамырымыздың үстіне осы начинкамызды құйып аламыз. Жақсылап барлығын құйып, кейіннен бір тегіс етіп жағып, қызып тұрған духовкада, 150 градуста қызып тұрған духовкада салып, жарты сағат, 1 сағатқа салып алсаңыздар болады. Чизкейкіміз піскен соң 4-5 сағатқа холодильникке қойып аламыз. Міне біздің пирогымыз көтеріліп, ішінде начинкасы яғни көтеріліп, әдемі болып шықты. Енді осыны кесіп, дастарханға қойдық. Дәмі өте керемет шыққан, барлығына ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер де осы пирогтың рецепті сізге ұнаса, лайк басып, каналыма жазылып кетіңіздер.